Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздермен кешкі асқа дымляма тамағын жасаймыз. Өте оңай тамақ, маған осы тағам ұнайды. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Дымлямаға қажетті заттар: мен қой етін қолдандым. Кез келген еттің түрі жарайды. Осындай картоп, сәбіз, пияз, қызанақ, осындай укроп и 40 қабат қажет. Және де татымына қарай тұз, бұрыш, осындай дәмдеуіштер қосамыз. Сәбізімізді барлығын осылай турап алдық. Енді қазанымызға май құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Мінекей, қазанымызға майымыз қызып қалыпты. Алдымен етімізді салып, кішкене қуырып аламыз. Кішкене қуырып алған соң, үстіне барлық көкөністерімізді салып, жайменге үстіне азырақ тұз сеуіп, дәмдеуіштерін салып, барлығын осылай салып шығамыз кетекпен. Үстіне картоплымызды саламыз. Картоплымызды салғаннан кейін үстіне жарты қасық тұз сеуіп жібереміз. Сонда дәмдірек болады. Ара-арасында тұз сеуіп саламыз. Енді үстіне қызанағымызды саламыз. Қалған картоп, сәбіздерімізді саламыз. Картоп, сәбіз, қызанақ, көкөністерімізді, дәмдеуіштеріміз барлығын салып алдық. Осылай. Енді ең үстіне капусталарымызды қойып шығамыз. Мінекей, капустамызды салып болдық. Үстіне суды осылай менікіндей қылып жасасаңыздар керемет шығады. Осылай 400 мл судың ішіне бір ас қасық тұз және де бір ас қасық томат салып, осылай үстінен құйсаңыздар керемет болып шығады. Енді 1-1,5 сағатқа орташа отта пісіріп аламыз. Тамағымыз дайын болды. Керемет болып шыққан. Қазір тарелкамызға салып, ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынамыз. Ал асымыз дайын болды. Дымлямамыз пісіп шықты. Жөп жұмсақ, бәрі керемет болып пісіп шыққан. Етіміз де жұмсақ мінекей. Сіздер де осы тағамды жасап, үйіңіздегі балаларыңызды, отбасыңызды қуантсаңыздар болады. Дәл осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Керемет болып шығады. Суының өзі әдемі болып шыққан мінекей. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз, себебі менде күнделікті керемет оңай рецепттің түрлері шығады.